Барлығыңызға сәлем. Бүгін біздер осындай тәп-тәпті муравейниктер жасаймыз. Бізге керегі сары май, қаймақ, қант және де ұн. Барлық ингредиенттердің мөлшерін описанияда видеоның астына жазып қойдым. Енді біз ұнымызды біртіндеп салып, қамырымызды жасаймыз. Енді біз қамырымызды екіге бөліп, салафанды пакетке салып, мұздатқышқа 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Менің қамырым мұздатқыштан шықтым. Қап-қатты болып шығу керек, осындай болып. Енді қамырды мен осылай үкіштен өткіземін, үкіштің үлкен жағынан өткіземін. Ал сізде мясорубка болса, қамырды мұздатқыштан 2 сағаттан кейін шығарып болған соң мясорубкадан өткізсеңіз тезірек болады. Міне, сізде осылай болып шығу керек. Енді оны 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа қоямыз. Қамырымыз қызару керек. Ал қазір біз муравейникке крем жасаймыз. Бізге керегі сары май, вареная сгущенка және де сахарная пудра. Қант ұнтағы яғни. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз осылай қолымызбен оны үгітеміз. Ол өте оңай етіп үгітіледі. Міне, менде осындай үгітілген қамыр шықты. Енді біз тек жаңа жасаған кремімізді осының ішіне қосып, жақсы етіп араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, сіз осы қамырды кез келген формаға сала аласыз, немесе осылай да қалдыра бере аласыз. Ал мен болса осындай бір кесеге салып, муравейникті жасаймын. Ең соңында сіз муравейникті шоколадпен немесе кокосты стружкамен әсемдесеңіз болады.
Міне, сіздерде осындай тәп-тәтті муравейниктер шығады. Жаңа жылдық дастарханға немесе басқа да мейрамдарға өте қатты елеседі.